Көріңіздер және де сақ болыңыздар. Сәлеметсіз бе қымбат көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғашқы қатарынан біліңіз келсе, арнамызға жазылыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. 4 мамырға арналған ауа райы болжамы. Қазгидромет синоптиктер болжамына қарағанда еліміздің басым аумағы циклонның ықпалында болады. Соған байланысты жауын-шашын болмауы мүмкін. Батыс, шығыс және оңтүстік-шығыс аудандар арқылы атмосфералық фронталды бөліктердің өтуіне байланысты жаңбыр жауады. Республиканың кей жерінде тұман, желдің күшеюі, найзағай дауыл, бұршақ, шаңды дауыл болуы ықтимал. Қызылорда, солтүстік Қазақстан облыстарында түнде жел 15-20 миллисекунд, күндіз 15-20 миллисекундқа жетеді. Атырау облысында түнде жел 15-20 миллисекунд, кей жерде шаңды дауыл күтіледі. Батыс Қазақстан облысының кей жерінде бұршақ болуы мүмкін. Жамбыл облысының кей жерінде тұман болады. Түркістан, Маңғыстау, Ақтөбе, Қарағанды облыстарында күндіз ақмола, Қостанай облыстарының кей жерінде жел 15-20 миллисекундқа дейін жетуі мүмкін. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.